жеткізіп қойды. Солардың шылаушандарын көріп, қызықтасаңыздар болады. Осы жерде қазір биогумусты көріп, жаңағы сұйық биогумусты көріп, оның қалай қолданылатындығын баршасын түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін қазір сұрақтар қойсаңыздар болады, сұрақтарыңызға жауап берейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Шылаушанды ма? Басында барып көрсет. Басында сатып алып көбейткенбіз ғой. Қазір биогумусты дейсіз ба? Биогумусты қазір біз кеше ғана 20 мың кубқа сұраныс болды. Мен Қазақстан бойынша ең көп өндіріп жатқан мен боламын да. 5 мың куб өндіріп жатырмын бір жылда. Қалған 15 мың кубты бір адамның сұранысын біз бүкіл Қазақстандағы фермерлер жабылып жасай алмай жатырмыз. Қалғанына былайша айтқан кезде оны жасап, оны қою үшін біраз еңбектер керек болып жатыр. Оны қазір былайша айтқан кезде оның өнімінен былайша айтқан кезде биогумустан ешқандай қам жеместен оны шығарсаңыздар, ол өтетін нәрсе. Ол осы аудандағы өтіп кетеді. Оны бір істеген адам әрдайым сіздің клиентіңіз болып қалады. Өйткені оның күшін ол көреді, сезінеді. Мәселен, ана жылы менен 15 куб пробаға 15 куб биогумус алып егіп көрді егіншілік. Сол биыл 800 куб биогумус тұрады. Біз оны да қамтамасыз етіп бере алмадық. Өткенде бір кісі, бір агроном кісі, жаңағы диқан кісі $50 мың Өзбекстаннан алдырған да. Өзбекстаннан бұл нәрсені алып келу деген нәрсе біз үшін намыс болу керек. Өйткені біздің әрқайсымыздың үйімізде толып жатқан, былайша айтқан кезде қи. Сол қиды өндіріп, өзбектер бәрі жабылып өндіріп, бізге $50 мың сатып жатыр қазір. Осы нәрсе бізге намыс болу керек. Біз әрқайсымыз үйімізде жатқан нәрсе. Қоқыс болып, өртеп жатқан жағдайлар болып тұр. Сабанды өртеп жатқан жағдайлар болып тұр. Солардың барлығын шылаушандар жеп, қара алтынға айналдырып береді. Сол нәрсеге барша қазақстандықтарды шақырамыз. Осы нәрсемен айналысу керек, осы нәрсені істеу керек. Бұл Қазақстанға Аллахтың берген сыйы болып тұр. Бір жылда 100 есе, 200 есе көбейеді деген нәрсе, ол үлкен, былайша айтқан кезде пайда. Бір квадрат шылаушанды сіз бір жылда 100 квадрат шылаушанға айналдырып аласыз.